Ал бізде осы кезекте Samsung инверторный холодильник. Бұның проблемасы суытпай қалған. Қазір жасаймыз бұйыртса. Френ заправка жасап болдық. Френнен бөлек енді бір проблема. Бұл жердегі клапанда үстінде су жармай қалған. Істемей қалған, сынып кеткен болу керек. Қазір жасаймыз. Клапанның мойны сынып кеткен, уже ашық емес. Жабық күйде қалып кеткен. Соны жасаймыз қазір. Клапанды жасап жинап болдық. Асын тексереміз, қазір датчиктері бар. Теннің мұзын ертіп тұруға арналған. Вентилятор бәрі жұмыс жасап тұр. Бізде бұйыртса холодильнигіміз жақсы жұмыс істеп тұр. Желдеткішін бұрын біреу ауыстырып кеткен екен. Ол істеп тұр. Датчиктері бәрі таза. Minus 19. Üstü 4. Күшті істеп жатыр. Астыңғы температура минус 1-ді. Бастады, үсті 9. Бұл түседі, мынау көтеріледі. Вообще 18-ге қойып қойдым минус. Мынаны 4-ге қойып қойдым. Сол негізі стандарты сол дұрыс.
жұмысты істеп жатыр. Бұйыртса. Кейін холодильниктер кішкене слабый, мынау 5 жыл болыпты жұмыс жасаған. Бірақ 2 рет жасалынған арада. Nesi istep durma tabi olsa. Бұйыртса холодильнигіміз істеді. Каналымызға тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Бұйыртса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.